Сәлем достар, біздер бүгін осындай қатпарлы қамырдан тіске басар дайындаймыз. Өте дәмді, тез дайындалатын тәтті астардың бірі. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші алманы осылай турап аламыз, ортасындағы дәнін дөңгелетіп алып тастаймыз. Одан кейін осы алмаларды сары майға, отқа, үстіне қант, корица салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып болғаннан кейін қатпарлы қамырымызды ұнның көмегімен жайып, алманың көлеміне қарай қамырымызды 4 бұрышты етіп бөлеміз. Осылай жан жақтарын кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін ортасына алмамызды салып, гүл тәрізді етіп, осылай бүктеп шығамыз. Мінекей осылай барлығы дайын болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ортасына қалаған затыңыз салып алады. Мак сепсеңіз де болады, малина салыңыз, вишня салыңыз, өз қалауларыңызша. Мінекей дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақмарал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.